Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Қуанбай Ерназар. Біз бүгін сіздерге Oxyprop компаниясы туралы қысқаша экскурсия жасайтын боламыз. Экскурсия барысында қазір бірінші біз магазинге кіреміз. Мақатаев 158-де орналасқан офисті көрсететін боламыз сіздерге. Сосын арт жақтағы біздің зонтик шығарып жатқан цехымызға кішігірім складымызды көрсетемін. Сервис центрімізді көрсететін боламын подвалдағы. Содан кейін барып біздің штукатурный агрегат құрастырылып жатқан жұлдызда орналасқан кішігірім склад және цехымызға барып сол жерде штукатурный агрегат қалай құрастырылып жатқан туралы көрсететін боламын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Біз магазинге кірейік. Сіздер каналға жазылып, лайк баса беріңіздер. Бұл біздің 100 квадраттың үстінде тұратын магазиніміз, көлемі, ауданы. Мына жерде негізі безвоздушный распылителдер тұру керек болған, тұрған. Олардың бәрі өкінішке орай дейін ба, или қуанышымызға орай сатылып кетті негізі. Товардың болмағанның жақсы жаман жақтары бар екен. Бұйырса ол товарымыз келесі аптаның 2-3-лерінде болады. Мына жер бұйырса толып тұратын болады товардың түрлеріне. Магазинімізді әлі мән беріп жатқан жоқпыз, дұрыстап ремонт жасауға. Бұйырса осының ішін әдемілеп жасайтын боламыз. Блогерлер шақырамыз, осында келеді, көреді. Диван бір нәрселер алдырып, клиенттер күтіп тұрғанға. Мына офиске кіріп көрсетейін ішінде мына жерде. Анау біздің. Саламатсыз ба? Біздің бухгалтериямыз. Документтер. Бізде бухгалтердің көмекшісі отырады. Біздің главный бухгалтеріміз Райхан Серікова. Назимжан отырған. Біздің отдел продаж, руководитель отдел продаж. Жұмыстарын кедергі жасамақ. Біздің мына жерде планымыз, кесте бірдеңелер болады. Секретті қатып көрсетіп қойғай. Мына жақта холодильниктер, киім ауыстырып, ана-мына көріш. Мына жақта не бар? Мына жақта бізде Қытайға заказ беретін, доставка, логистика жауап беретін Диас, Нұржан деген жігіттер отырады. Олар жаңа видеоға түскісі келмесе қашып кеткен. Мына жақта біздің отдел продажы отырады. Отдел продажда негізі бізде қазір бір 7-8 адам жүр ғой. Звонокта отыратындар бар. Компанияда қазір бір 15-дің ішінде адам жұмыс істейді. Цехтағыларды қоспағанның өзінде. Онда арт жаққа барайық, цехты көрсетейік. Кубок көрсетіп айтсаң, өткенде ғана менің арманым деген қайырымдылық қорынан осындай футболдан чемпионат өтті. Соның кубокты жеңіп алдық, бір жыл бойы бізде тұрады, бұйырса. Енді жаңа кубоктарды жинай береміз деп ойлаймын енді. Жігіттер әр өз кәсіптерінің маманы, бір жағынан спортсмен. Мен қазір магазиннен шығып келе тұрмын, арт жаққа складқа қарай өтуге. Біздің складқа келіп демонстрация көрем деген кісілер болса, немесе магазинге келген адамдар болса, көліктеріңізді осы жақта арт жақта орын табылады, мына жерде орын бола бермейді. Кіріп қойып қойсаңыздар болады. Туристке жазсаңыздар Мақатаев 158 деп. Ол көбіне алаңқайға алып келеді, двор жаққа алып келеді сіздерді. Негізі біздің магазиніміз осы жақта орналасқан, мынамен жаяу жүре берсеңіздер жағалап. Ана жерде Oxyprop деп жолда жазылып тұр, көреді. Көбісі осы жерге келіп таппай адасып жатады. Хат жаздым бір қызғарына, қолымда тұрса қызғалға, көңілім менен қызғана. Сосын жаңағы біздің объект аралайтын менеджерлеріміз бар ғой, тегін демонстрация жасап көрсететін. Солармен де бір күн видео арнаймыз, бұйырса жандарында жүріп, олар қалай демонстрация жасайды, объектке қалай барады, сіздерге не үйретеді, не көрсетеді, сол туралы видео түсірейік. Өйткені тегін демонстрация болса да көп адамдар қашып жатады, кішкене жабайланып. Олар сізден ақша алмайды, тек бар тегін көрсетіп кетеді. Ұнаса аласыз, ұнамаса алмайсыз дегендей. Егер кішкене күмәніңіз болса, инструментке қызығушылығыңыз болса, сол тегін демонстрацияға шақырсаңыз болады, сіздің объектіңізге барып инструментті көрсетіп береді, қалай қолдану туралы сізге түсіндіріп айтатын болады. Біздің складымыз, Oxyprop склад деп жазылып тұр. Кірейік ішке онда. Біздің складымыз бір жағы осында, мына производствомыз бар. Саламалейкум, Ерасыл, қалай жатай? Не оқып қалды мынау кәрі неміске? Тағы да бұзылды ма? Анашты зонтик қысылып қойған екен ғой. Ерасыл деген біздің сервиске жауап беретін жігіт. Бір жағы қол бос кездерде осы станокқа қарайды. Кәрі немістер жатқан, бұл 98 шыққан немістің Арбург 420 деген
термопласт автоматы. Бұл кішкене денсаулық сыр беріп жүр, байғұс пенсияға шығарып, орнына жаңа Қытай сатып алсақ қой деген ойымызда бар. Мына жерде Қытай демекші. Бәрі Қытайдан келген заттар бізде. Мынау мысалға Тупо 9 деген робот штукатурка. Осына жерге құрып жатырмыз қазір. Құрып дайын болғаннан кейін, мына жерде өзімізді штукатурный агрегатты алып келеміз, оксиджитері деген. Лифкас аппарат тұр. Осының бәрін босатып, мына жерде не ететін боламыз, демонстрация жасайтын боламыз. Сіздер кез келген уақытта, кез келген күні келіп, осылардың қалай жұмыс істейтін өз көзіңізбен көрсеңіз болады. Мынау станокты көшіруге тура келді, өйткені бұл күндіз ғана қосылып тұр, қазір күндіз қосылғаны үлгермей жатыр, зонтик жеткізе алмай жатырмыз. Күндіз түні қосайық десек, төбедегі тұрғындар түнде түн емес, тіптен таңға жуық 4-5-терде келіп айқайлап өшір деп өткенде істеткізбей қойды жұмыста. Сол үшін бұны да жұлдызға көшіріп тастайын деп жүрміз. Енді Қытайдан келетін тауарлардың көлемін азайту мақсатында қолдан келетін заттарды шығарып жатырмыз. Мен өткенде де айтқам, мынау шпательді неге қолынан тастамай ұстап жүрмін, өйткені бұл біздің мақтанышымыз. Енді осыны жасап шығарып жүрміз қазір. Шетелден тасығанша деп қолдан келетін нәрсе, алюмин бар бізде, темір бар, істей алатын адамдар бар. Осындай шпательдерді келесі аптада уже біздің алғашқы партиямыз дайын болады. Шамамен бір 500 шпатель бірінші партияда дайын болады. Сосын мынау зонтик шығарып тұрмыз, оны көпшілігі біледі деп ойлаймын. Сервис центрді көрсетейін айтпақшы. Подвалға түсіп. Осы жерге қалдырайын. Подвалдың жалпы ауданы 300 квадрат метр. Бұның бір бөлігінде біз склад ретінде сақтаймыз өзіміздің тауарларымызды. Бір жерлерінде жаңа дайын болған зонтиктердің ішіне шеге тығады. Сосын мына жерде сервис центрларымызда запчасть сақтайтын бөлмелеріміз бар ішінде. Мынау келген тауарларды ремонт жасайтын жер. Осы кішкентай ғана болғанмен бұл өте маңызды жер. Осы жерде өйткені сіздің инструменттеріңіз бұзылған жағдайда жасалады. Көп көмегі бар сіздің жұмысыңыздың тоқтап қалмауына. Қосалқы бөлшектер мен мына жақтан запчастьтарды көрсете кетейік. Мына компания ашылғаннан бері сатылған пистолеттер сынып жарамай қалғаны бар, ауыстырып бергеніміз бар. Запчастьтардың қозғалтқыштары неше түрлі. Бұл жерде көзге көріне бермегенмен көп запчасть сақталып тұр осы жерде. Жаңа сынып қалған пистолеттерді аралап өтіп, арасынан бір пистолетті көріп қалдым. Негізі компания ашылуына себепші болған инструмент негізі осы пистолет. Мен осыны алғаш рет сатып алдым. Сол кезде ой келді маған осы пистолеттерді сату деген. Бұл байғұс жарамапты. Қазір жұмысқа жарамайды. Сонда да сақтап қойдық осыны. Кейін естелік болады. Жаңа штукатурный агрегатқа барайық, жұлдыздағы. Бармас бұрын агрегатты көрсете кетейін сіздерге. Біздің алғашқы штукатурный агрегат жасағанбыз. Ана жерде қаңқасы жатыр, телешкінің корпусы. Бұл сәтсіз шыққаны. Біз дұрыс вариант жасағанша бір 2-3 түрлі нұсқасын жасадық. Олар сәтсіз шықты. Ию жағы қиын болды бұның. Жаңа формасын келтіру қиынға түсті. Сіздер көзге көрінгенде ол қарапайым оңай зат сияқты болғанмен, оны істеу бізге біраз қиындыққа түсті. Қанша еңбек, қанша мастер. Осы жерден шығып, складтан жұлдызға жеткенге примерно 20 минуттай уақыт кетеді. Ол жақта Рашид біздің мастеріміз жұмыс істеп жатыр, құрастырып жатыр, жанында 2-3 көмекшісі бар. Сол жігіттерге барайық, жолда магазиннен бірдеңе ала барайық. Бір жарты деген айран болуы мүмкін. Қазір біз штукатурный агрегаттың құралып жатқан сварочный цехқа келіп отырмыз. Осы жерде лазермен кесіледі темірлер. Бөлек-бөлек көрсетейін қазір. Мынау мысалы осылай кесіліп, ортасында мынандай домалақ темірі бар. Мынау фальцегифті вальцовкада мынау иілеп, сөйтіп боялғаннан кейін мына үшеуін қосып, осындай деталь шығады. Мына үшеуін қоссақ,
андай деталь пайда болады. Мынандай қанатшалары сваркіленеді. Мынау біздің негізгі агрегат ұстап тұратын астындағы қаңқасы. Бұның үстіне біз нан бекітеміз. Осы екеуі бекітіледі. Мына жеріне окси деп жазып қойдық, лазермен кесіп. Осылай құрастырылады. Бұлар негізінен лазерде кесілгенде мынандай болады. Тегіс листті кесеміз лазермен. Содан кейін бұлар листогиппен осылай қайырылып иіледі. Бұлар иілгеніміз біріншіден оның сапасы жақсы болады. Сваркіленбеген, иілген. Бітеу, міне көріп отырсыздар ма? Бітеу, иілген. Екіншіде көзге көрінгенге жақсы. Бәрі красканың астында қалады бұның бәрі. Жұмыс жылдамдатады. Солай ес сағамыз жылдамырақ болады. Сваркімен оның бәрін сваркілеп қойғанға көп уақыт кетеді. Көріп отырсаңыздар, мынаның бәрі иілген. Осы агрегатты құрастыру барысында бізге қиындыққа түскені ол мынау емкіс болды. Сухой смесь тұратын емкіс. Осын мынау айналасы осылай домалақ болу керек болды. Міндетті түрде бұны 4 бұрыш қылсақ, ол жерде смесь қалып кетеді де, ол аламайды, дұрыс болмайды. Мынандай темір бастапқыда көрсеңіздер. Осы лазерді кесіліп, робот арқылы еміз бұны. Қолмен есек бұл дұрыс шықпай қалып жатыр да. Арнайы осыған не жасадық? Матрица жасап, роботпен иіледі. Осы ең қиынға түсті бізде июде. Негізі анау главный двигатель тұратын астындағы бачокта оңай болған жоқ. Жалпы әйтеуір қолымыздан келді, істедік. Ұялмайтындай. Сапасы жақсы. Тексеріп көрсеңіздер өздеріңіз. Мынау бәрін осылай сваркілеп болғаннан кейін шовтарын бәрін осылай шлифовать етіп шығады. Көрдіңіздер ме? Шлифовка. Қолды кесіп кетпейді шлифовка. Енді осылай дайын болғаннан кейін бұларды жеке-жеке краскілейміз. Өйткені бізде екі түрлі цвет бар. Қызыл және ақ цветті. Содан кейін дайын болғаннан кейін құрастырғаннан кейін мынандай болып шығады ғой. Краскіленбегені макеті жинастырып қойған осында. Видеоны камерамен жақын көрсек, негізі алғашқы партиясы, бұның бірнеше кемшіліктері бар. Темірді біз бұлай астына дейін жіберуіміз керек, сонда мықты ұстайды. Кейбір жерлеріне ребро қостық. Бұл алғашқы осы жерде пробный істелінгендердің бірі ғой. Бәрін құрастырған кезде бір-біріне сәйкес келу керек, бұлардың маңызы сода. Шит тұратын жер тар болып сыймай қалды. Шитіміз үлкен болып кетті. Бәрі жұмыс, еңбек. Біреуін жинауға негізі 1 апта уақыт кетеді, егер 1 штук жинаса. Біз бірден 10-нан 20-дан жинайтын болғаннан кейін олар жылдам дайын болады. Қазіргі бізде бір ғана проблема, ол запчастар, қосалқы бөлшектері Қытайдан келетін. Солар кішкене кешігіп жатыр. Қосалқы бөлшектері келіп Алматыға жетсе, дайын болса, біз бұның күніге 3-4-ін шығарып бере аламыз. Сол осы біздің қазір мақтанышымыз, отандық өнім, өзіміз жасап жатырмыз барлығын. Бұл жерде ешқандай жасыратын секрет ештеңе жоқ. Жұмыс түсінетін, металл түсінетін адамдардың өзі бір көргенде аппараттың қалай жасалғанын түсініп білетін болу керек. Онда қазір жұлдыздағы складқа барайық, дайын болғанын көрейік бұның, не? Жаңа сөйлестім, дайын бар о жақта. Жібермесе регионға ұстап тұр дедік. Қазір барып, ең болмаса тергенім болса да көрсетеміз сіздерге. Біз жұлдыздағы өзіміздің складқа келдік. Мынау артымызда көріп тұрған тау болып үйіліп жатқан дөңгелектер ол Сырбек Тау мырзанікі. Yokohama және Triangle брендтерінің Қазақстандағы ресми дистрибьютері. Осы дөңгелектерді экологияны ластамас үшін қайта өңдеп, мына жерде завод салып, детский площадкаларға, балалар ойнайтын алаңқайларға төсейтін жұмсақ асфальт шығарып жатыр, шикізатын. Елімізде осындай отандық өндіріс дами берсін, бұларды қоқысқа тастағанша, моншаға жаққанша, біз өзіміздің складқа қарай өтейік мына жерге. Бұл жердегі склад көлемі де ауданы жалпы бір 300-400 квадраттай шығып қалады, 200 квадраттың үстінде болу керек. Мына жерде
Қазірше уақытша дайындап жасап қойғанбыз. Бір айдай болды осы жерге орналастырып осыларды жасап жатқанымызға. Оның алдында тек склад қана болған. Құрастыратын саймандары, қосалқы бөлшектері, штукатурный агрегаттың барлығы осы жерде тұр. Мына мысалы штукатурный агрегаттың шнековый парасы, шнековый пара деп аталатын. Бұлардың сапасы жақсы, Турциядан алдырамыз бұларды. Шлангылардың өзі қазір сапасын жақсарттық. Желге арналған шлангылар. Судың насостары бұғанда жақсы баға беріп жатыр елдер. Насостың күші өте керемет, мықты, суды жақсы айдайды. Миксерлар, шлангылар. Мынау ішін тазалауға арналған бункердің ішін жұмыс біткеннен кейін мынаумен тазалауға болады. Суды теңшейтін колбылар. Егер бізден агрегат сатып алып жатқан жағдайда кез келген запчасты, қосалқы бөлшегі бізде әрқашанда дайын бар. Таусылып қалмайды. Дөңгелектерін келесі партияда бұйырса, біз негізі алғашқы 20 штукты шығарып саттық, енді келесі партияда 100 штук дайын болады бізде. 100 штуктың бөлшектерін тапсырыс бергенбіз. Дөңгелектер ол кезде темір болады. Компрессорлар осылай қалады. Алғашқы партияда бізде айтпақ шланг айта кетейін. Шланг компрессорден жел жүргенде қатты қызады екен, ыстық температурасы. Ыстыққа төзімді шлангілер қойдық осы жолғыларына. Сосын нелерін, кабельдерін жалғаған кезде ашық жер қалдырмай, темір гофрамен қаптап, кабельдерін барлығын осылай жалғанған жерлерін бәрін термоусадкамен отырғыздық, жақсылап жасадық. Трайниктерін өзін қарасаңыздар, қалай жасалған. Екеуі бір штукатурный агрегаттық ғой. Қазір бұл жерде дайын штукатурный агрегаттарды клиенттерге жіберіп жатыр екен. Қазір газельдің ішінде тұрған жерінен көрсете салайық, қайттан түсіріп әуре болмай. Мынау дайын құрастырылған түрі. Мынау қозғалтқышы, негізгі үлкен қозғалтқышы. Мынау қазір 4 киловатт, бізде келесі партияларда бұл 5,5 киловатт болатын болады. Бұл жылдам шешіп алынатын болғандықтан тасуға жеңіл болады. Осын бөлек шешіп алады. Бұның салмағының өзі бір 70-80 килограммға таяйды ғой. Окси. Мына жерге осылай темірден ойып жазып қойдық, окси дегенде. Бастапқыда осы шлангының өзін алдырып көріп, қосып көрсек, бұлар жоғары қысымға шыдамайтын шлангылар бар екен, арзан шлангылар жарылып кетеді. Сапасы немескиден енді бірдей деп айта алмаймын, бірақ бағасына лайықты. Немеске агрегат сізге 5-6 жыл жұмыс істеп берсе, бұл 2 жыл сізге жұмыс істеп бере алады, тоқтамай. Ал 2 жылдан кейін тозатын запчастарын ауыстырып, бір жаңалап жүрсеңіз, тағы да 2 жыл жұмыс істей беретін болады. Біздің цехта жұмыс істейтін жігіттер Рашидті бұрынғы видеолардан танисыздар, өздеріңіз таныстырып жүрсең. Марат, осы цехымызда главный борщик. Сосын помощнигі и мен. Сосын тағы да жігіттер бар, қазір бүгінгі жоқ. Ортаны біткен соң адам азайып қалды. Мына жақта двигательдеріміз. Қозғалтқыштардың кейбіреуін крышкалар мыжылып сынып қалыпты, тасымалдау кезде, Қытайдан алдырған кезде. Сухой сместің қозғалтқышы, сухой сместі ішіне, бункердің ішінен тастап беріп отыратын араластыруға. Мына жақта енді өзіміздің тауарларымыз, кішігірім пистолеттер тұрған, шегелер, расходниктер осы жерде. Сол енді осы жерде бұйырса, производствоны қолымыздан келгенше үлкейте береміз, отандық өнімді көбейтуге. Қолымыздан келетін нәрсемен біз не үшін сырттан тасуымыз керек, өзімізде бар болса сол заттар. Жұмыссыздық азаяды деп ойлаймыз. Бұл инструменттер құрылыста жұмысшылардың санын азайтқанымен өндіріс саласында жұмысшылардың санын көбейтеміз бұйырса. Қазірдің өзінде производствода бізде 5-6 адам жұмыс істеп жатыр. Енді көбейтсек 20-30 адамға дейін жұмыс санын көбейтетін шығамыз. Онда көрдік деп ойлаймын. Біздің компания туралы біраз мағлұмат алдыңыздар. Осы жерден видеомызды аяқтайық. Келесі видеолардан инструменттер туралы, пайдалы кеңестер туралы түсіретін боламыз.
құрылыс саласында басқа да біз сатпайтын инструменттерді түсірсек деп отырмыз. Каналға міндетті түрде жазылып, тіркеліп кетіңіздер, таныстарыңызға таратып, осы видеомен біздің компаниямыз туралы ақпаратты қызығатын адамдар болса біле жүрсін. Жақсы сау болыңыздар. Видео соңында сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар. Арнамыздың жазылушыларының саны 2000-ға жетіп қалыпты. Осы арнамызды дамыту мақсатында біз ұтыс ойынын ұйымдастырып жатырмыз. Оның шарттары сіз осы видео шыққаннан бастап WhatsApp группаларға таратуыңыз керек. 7 күннің ішінде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Жеңімпазға берер сыйлығымыз 20 000 теңге көлемінде ақшалай сыйлық, немесе Oxyprop компаниясының рулетка, спец одежда тағы басқа заттарын сыйлыққа ала аласыздар.